Бірде Құнанбай сұлтанның жары Ұлжан қатты науқас тартып жатып қалады. Сол маңның емшілерін түгел жағалаған. Емі табылмай шарасы таусылуға шақ қалғандай шақта үйіне жол қонақ болып Нұрбек би қонды. Мән жаймен қаныққан соң дерттің сырын ұққан ол: «Уа сұлтаным, жұбайың киелі батаға жерік екен. Ол батаны тектінің тұқымы ғана береді. Біздің сыр бойындағы ашамайлы керей ханбас батырдың ұрпағы Арысымбет палуанға жүріңіз. Түбі асылдың түкірігі тисе түлеп шығады» деп Құнанбайды алыс болса да түбінің қайры бар Айшылықтағы ауылына бір жағы қонақ болып кетуге шақырады. Құнанбай оңашада ойланып ойын сараптап болып: «Аузын айға билеген ханбас қанайұлының ұрпағына барайын. Қамсыз жүргенде қосағымнан айырылып қалармын» деп тобықтының жігіттерін ертіп жолға шығады. Алыс сапар ауыртпашылықсыз аяқталсын ба, арып ашып ескі шіліктегі Арысымбет палуанның шаңырағына келіп тоқтады. Палуан үйінен далаға шығып келе жатыр екен, Құнанбай сұлтанды алыстан таныды да оған қарсы жүрді. Қадірлі қонақ арқан тастам жерден айғайлай амандасып: «Уа тектінің тұқымы, әкең аға сұр би Мырзабай алты ата көктің ұлына батпан асыра бата бергенде, маған сол батаның бұт келісі бұйрама деп, ат басын бұрған бұйымтайым бар» деді, жүзіндегі жұтаң қалпын жасыра алмаған күйі. Палуан демін ішке терең тартып: «Құнанбай, Алланың жолын ұстаған азаматсың. Жүзің жұтаң, ойыңды ұқтым. Жалауыңа жебеуім болсын, жұбайыңды жүресінен отырғыз» деді. Күректей алақан күн шығысқа қарата жайып: «Уа келінім киелі, сүзіп келген көз аулақ, түртіп тиген тіл аулақ. Сүбе-сүбе сөйлесем батыр ханбастай шері көрсін. Қолы жетпейтін жеріне оясатын ел берсін. Тақымы таймас алатаудай сүңгі алмайтын ер берсін. Жерік болып жерксең, ішкен жегенің ем болсын. Алталаштың асылы болар, алтын асық ұл берсін. Әділдік болсын ұраны, сүзбе түссе өлмесін. Әумин» деп бет сипады. «Батаңыз бақ боп қонсын палуан. Уа тобықтының тұғырлысы, жол соқты болып қажыған сияқтысыз төрге шығып табан суытыңыз. Келінде тынықсын, Алла пейіліңізді көтерсін». Олар үйге енді. Мал сойылып, ет асылып, дастархан жайылып, құтты қонақтардың келуі аламан бір мереке сияқтанды. Көп ұзамай сұлтанның жары Ұлжан да басын көтеріп әлденді. Осы сапардан аман есен ауылына қайтқан Құнанбайдың жары көп ұзамай дүниеге алтын асықтай ұл әкелді. Азан шақырып атын Ибрахим деп қойды. Анасының құрсағына біте сала, киелі батаға қанық болған ол баланың адамзаттың бағына туған ұлы Абайға айналарын кім білген? Аталардың ақ жолы кітабынан Темірхан Әбдіков. Оқыған Қуат Ахметжанов.